Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Құрметті жамағат, қадірлі ағайын, міне қасиетті Рамазанда біздің ұстаған оразамызды Алла Тағала өз құзырында қабыл етсін. Жамағатпен бірге осы тарауих намазын орындап отырмыз. Алла Тағала әжір сауаптан баршамызға нәсіп еткей. Бұл дүниеде, осы тіршілікте, құрметті ағайын, Алла Тағала біздерге қандай да бір амалды бұйырады. Осыны қандай да бір істі істеу керек болатын болса, демек оның бізге деген осы дүниеде және ақиретте біз үшін пайдасы бар екендігі анық. Ал енді қасиетті Рамазан айындағы ұстайтын ораза, ол Алла Тағаланың бізге берген ұлы сыйының бірі. Өйткені бұл ораза ұстау арқылы біз Алла Тағаланың тарапынан сондай бір есепсіз әжір сауаптарға ие болатынымыздың жайында Құрандарда, хадистерде бізге келген болатын. Олай болатын болса, құрметті жамағат, ғалымдар Құран мен хадистен үш амалды алып шығарады. Әжір сауабы есепсіз берілетін, яғни шексіз. Алла Тағала оны біледі, қандай әжір сауап екенін, шегі қандай екенін, көлемі қандай екенін Алла ғана біледі. Бірақ оның сауабын өзі Алла Тағала Құранда, пайғамбарымыз хадисте есепсіз деп сөзбен тіркесімен бізге келтірген. Ол қандай амалдар екен, құрметті жамағат? Біз қазір қасиетті Рамазан айындамыз және ораза ұстаудамыз. Алла Тағаланың елшісі, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, адам баласының әрбір амалы істеген ісі, ол өзі үшін тек қана оразадан басқа, яғни Құдси хадисінде келген, бұл сөздер. Ал енді ол ораза, ол мен үшін ұсталған амал, мен үшін жасалған іс дейді Алла Тағала. Және оның сауабын мен өзім берем деп Алла Тағала өзінің ұлылығымен бізге жауап қайырады. Яғни оның есебі шексіз. Алла Тағала оның сауабын өзі береді екен жайында бізге баян етілген. Және ғалымдар келесі бір амалды алып шығады. Ол амал Құран аятында келтірілген. Астағфиру билла, иннама юаффас сабируна ажрахум биғайри хисаб деп келеді. Садақаллахул азим. Расында сабыр етушілерге сауаптар мен сыйлықтары есепсіз орындалады деп келеді. Яғни бұл дүниеде сабырлықты ұстанғандар, барынша сабырлы болғандар, бойында сабырлық деген қасиет табылған момын мұсылманның о дүниеде әжір сауабы, сый сияпаты есепсіз берілетін жайында Алла Тағала Құранда уәде етеді. Және ғалымдар келесі үшінші амалды бізге айтады. Әжір сауабы есепсіз берілетін. Ол Бисмиллахиррахманиррахим. Фаман афа ва аслаха фа ажруху алаллах. Садақаллахул азим. Кімде-кім кешірімді болса, кешірім етсе, сондай-ақ жарасса, татуласса, онда оның сауабы Алла Тағала береді сауабын деп келеді. Қараңыздаршы, құрметті ағайын, жамағат. Біз егер осы үш амалды ұстансақ, осы үш қасиет бойымызда табылатын білсе, яғни ораза ұстау, сабырлы болу, яғни кешірімдікпен қарау бір-бірімізге, жарастырып, егер араздасқан болса, егер ұрысқан болса, татуласып, жарасып, кешіріммен қарайтын болсақ, және сабырлықты ұстанатын болсақ, оның сауабы есепсіз Алла Тағала бізге береді. Олай болатын болса, сол есепсіз сауаптарға Алла Тағала баршамызға жетуімізге нәсіп етсін. Осы Рамазан айын пайдалана отырып, міне Аллаға шүкір ораза ұстап келе жатырмыз. Олай болатын болса, бойымызда келесі осы екі қасиеттің табылуына өзіміз әрекет етіп, өзіміздің нәпсімізді тәрбиелейік, сабырлы болайық, кешірімді болайық, арамызды жарастырайық. Алла Тағала баршамыздан разы болғай. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.